Баласына аутизм, ЗПР, ЗРР, СДВГ тағы сондай диагноздар қойған ата-аналар маман жағалап жүретінін, осы сферада жүретіндердің барлығы біледі. Қай маманға хабарлассаңыз да ең бірінші сізге консультацияға жазылыңыз дейді. Ал ата-ана айтады, мен консультацияда болдым, мен консультациядан шаршадым, мен ақшамды консультацияға құртқым келмейді, мені сабаққа ала ғой дейді. Ал бір маман басқа маманның заключениесімен баланы сабаққа алмайды. Неге? Түсіндірейін. Себебі әр маманның көзқарасы әртүрлі. Бір маман айтады, ноотроп керек дейді, екінші маман айтады, ноотроп керек емес дейді. Бір маман айтады, аппаратная стимуляция керек дейді, екінші маман айтады, аппаратная стимуляция керек емес дейді. Бір маман айтады, сізге ABA терапия міндетті түрде керек дейді, екінші маман айтады, ABA терапия мүлдем керек емес, жолай бөлмейді деп айтады. Бұл жерде біз көзқарастардың әртүрлілігін ескеруіміз керек, не только көзқарас ол жерде, тек қана көзқарас емес, мамандардың тәжірибесі әртүрлі, білім деңгейі әртүрлі, сондықтан бір маманның заключениесі, қорытындысы екінші маманның сабағына ол жарамайды. Әр маман әртүрлі әдістемен қолданады. Біреулер мүлдем Советский Союздың кезіндегі ескі көне әдісті қолдану мүмкін, екінші біреулер жаңа әдістерді қолдану мүмкін. Мүмкін зерттелмеген, дәлелденбеген әдісті қолдану мүмкін.